Саламатсыздар тағы да. Енді бүгінгі мәселеміз біздің неге байланысты. Кешегі тақырып жалғастырамыз. Бізде не керегі бар вообще? Ауданның бізге не үшін керек? Үйдегі балаға қарап отқан әйел кісімен даже мысалға шоферді алайықшы мысалға. Соларға не керек бар мысалға? Ауданның сантиметр квадраттың не үшін керек? Қарапайым мысалы, пышақтың біз айтамыз өтпей қалды дейміз мысалға. Өтпей қалды. Не үшін өтпей қалды? Өйткені біз айтамыз өткірлеу керек, өтпей қалды дейміз. Физикада бізде қысым деген нәрсе бар. Қысым. Мынаны бассақ, турайтын болсақ, пышақ өтпей қалады. Неге? Сосын өту үшін біз оны өткірлейміз дейміз. А физикада оны былай түсіндіреміз. Мынаның бетінің ауданы, мына ұшының ауданы үлкейгеннен кейін түсіретін қысым азаяды. Ал мынаның өткілейтін болса ауданы кішкентай болады, кішкентай болған кезде қысым көбейеді. Енді шоферға қандай байланысы бар? Машина дөңгелегі бар. Екі машина алайық. Біреуі танкі, біреуі Жигули. Жигулидің 4 дөңгелегі бар. Оның 4 дөңгелегінің ауданы жермен беттесу ауданы өте кішкентай. Ал танкінің ауыр болса да, 60 тонна болса да, оның табан ауданы өте үлкен. Танкі қыста жаңағыдегі жерге батпайды да, ал Жигули батып қалады. Неге? Өйткені табан ауданы кішкентай. Сонда жаңағыдей қарап отырсаңдар, ауданы үлкен болған сайын қысым аз болады, аудан кішкентай болса, қысым көп болады. Сол сияқты пышақты өткірлеген кезде аудан кішірейтеміз, демек қысым көп болады. Ал өткірлемесек, ауданы көп болады, қысым аз болады. Сонда сантиметр квадраттың метр квадратқа айналдырып, оны не үшін керек екенін түсіну үшін бізге осы нәрсені білу керек. Оны просто так біз әшейінен жаңағыдегі сантиметр квадратты метр квадратқа айналдыру үшін 10 мыңға бөліп, миллиметр квадратты метр квадратқа айналдыру үшін миллионға бөліп, оны не үшін түсінуіміз керек? Неге керек ол? Ол тек қана жаңағыдегі мектепте оқитын оқушыға, оны үйрететін мұғалімге ғана керек емес ол. Ол барлығына керек. Оны просто қолданатын кезде оның керек екенін түсінбейді. Сондықтан сіздерге айтатыным, сантиметр квадрат, миллиметр квадрат бәрін айналдыруды білуіміз керек. Себебі соны білген арқасында біз жаңағыдегі не себепті пышақты өткірлеп жатырмыз? Не себепті біз жаңағыдегі қыста жаңағыдегі танкінің батпайтынын, ал Жигулидің бататындығын түсінеміз. Өйткені ауданына байланысты. Аудан үлкен болған сайын жаңағыдегі оңақпен не қылмайды, батпайды. Қыста оны білесіздер мысалға. Үйкелісті күшейту үшін оның барлығын айта берсек, ол отдельный разговор. Әзірге осы. Алға.